Армысыз қадірменді YouTube көрермен, сіздермен әдеттегінше денсаулық, байлық каналы. Басында осы каналды ашқан кезде адамдарға пайдалы ақпараттарды ұсынамын. Білген және білмеген ақпараттармен бөлісемін деп сондай оймен ашқан болатымын. Сіздерге қатты ескерте кететін жайт, егер денсаулықтарыңызда қандай да бір ақау болса, бір жерлеріңіз ауырып жүрсе, міндетті түрде маманға көрініп, ем-дом қабылдағандарыңыз жөн. Себебі мен врач емеспін, мен тек осындай пайдалы ақпараттарды сіздерге ұсынамын, көрсетемін, оның пайдасын айтамын. Оны өздеріңіздің қажеттіліктеріңізге жарату, ол сіздердің өздеріңіздің шешімдеріңіз болады. Әрқашанда пайдалы ақпараттарды өз қажеттіліктеріңізге дұрыс қолданыңыздар, қадірменді YouTube көрермендер. Себебі денсаулық бұл адамның баға жетпес байлығы. Оны қазір біз ақшаға сатып ала алмаймыз. Тек денсаулықты біз күтеміз, нығайта аласыздар. Алдыларыңызда көріп тұрғандай, мен бүгін көп адамдар желкен деп атайды, жасыл шөп деп атып атамыз, бірақ мына жерде бұл кинза. Кинза қарапайым, арзан, қолжетімді өнім болғанмен, бұл біздің ағза үшін беретін пайдасы өте көп. Білемін, ас көк, укроп, ақжелкен, петрушка, оны барлықтеріңіз білеміз. Көп жағдайда оны көп адамдар пайдаланады, тамаққа қосады. Ал именно кинзаны көбіміз дәмін ұната бермейміз. Мысалға, мен жолдасым кинзаның дәмін мүлдем ұнатпайды. Ал маған кинзаның дәмі ұнайды. Көбінесе мен тамақтарға қосамын. Көп сөйлей бермей, сіздерге осы кинза жайлы қандай мен ақпарат ұсынбақшымын, соны айта кетейін. Қазір білесіздер, біз өте ауасы ластанған, жеп атқан тамағымыздың құнарлығы аз, ішіп жатқан суымыздағы минералдардың аз, сондай бір қатты экологиялық спад дейді ғой, экологияның нашарлау кезінде өмір сүріп жатқан жайымыз бар. Ол біріншіден әлемдік нарықтың бәсекелестігіне байланысты, көптеген заводтардан шығатын химический заттардың океандарға, мұхиттарға төгіліп жатқандығын белгісі. Солардың мұхиттарда жүретін балықтардың сол төгілген судан алатын өздеріне жаман зиянды заттар, мысалға сынап. Балықтың, егер балық сондай жаман лас суларда жүретін болса, ағзаға сіңіріп алады. Ал ол балықты жеген адам сол сынапты өзінің ағзасына енгіздіреді. Бұл сынап деп отқанымыз, ол ауыр металдарға жатады. Ол өз кезегінде ағзаның дұрыс жұмыс жасауына кедергі келтіреді. Бірінші кезекте бауырды ластайды. Кез келген сіз дұрыс тамақтанбай жатсаңыз, дұрыс су ішпей жатсаңыз, дұрыс қазіргі ауамен тыныс алмай жатсаңыз, міндетті түрде бірінші кезекте бауыр және қан тамырлары зардап шегеді. Мына кинза бауырды ауыр металдардан тазалайтын ең жақсы қолжетімді желкен болып саналады. Қазір сіздерге мен смузи жасап көрсететін боламын. Қазір айтып кететіні, бұл кинза бірінші кезекте адамның ас қорытуын жақсартады. Сосын кейін ісікті қайтарады. Яғни үнемі ісіп жүретін, бүйректері дұрыс жұмыс жасамай, отек болып жүретін адамдарға осы кинзаны тамаққа қосып, не болмаса суға қайнатып, соның тұнбасын ішуге болады. Немесе қазіргі жасап көрсететін смузиді да қолдансаңыздар болады. Сосын кейін кинза өз кезегінде давлениені жақсы түсіреді. Өте жоғары давлениемен жүріп жүрген адамдар болса, осы кинзаны пайдаланып көруіне болады. Сондай-ақ холестеринді төмендетеді, жаман холестеринді. Холестерин білесіз, ол өз кезегімізде біздің тамырларымызды бітейтін, біздің денсаулығымызға керек емес пайдасыз майлардан пайда болады. Сондай-ақ бұл кинза паразитті, яғни гельминттерді жақсы кетіруші. Бірақ кинзаның кез келген нәрсенің қарсы көрсетілімдері бар. Егер сіз нормадан асырып жіберетін болсаңыз, бұның әрине сізге денсаулығыңызға зияны тиеді. Бірінші кезекте кинзаны асқазанда жарасы бар адамдарға қолдануға болмайды. Сондай-ақ инфаркт және инсульт алған кісілерге абайлап қолдану керек. Кинзада
кинзаны пайдаланған кезде ауыр металдарға сіздің ағзаңызда көп па, аз ба, соны білдіретін тестті мен көрсеткім кеп отыр. Ол үшін мынандай кинзаны алып жеп көресіздер. Жеген кезде тілдің маңайында рецепторлар бар, білеміз, тіл біздің ең мықты дәм сезуші органымыз. Егер осы кинзаны жеп жатқан кезде сіздің жүрегіңіз лоқсып, аузыңызға бір жаман дәм келіп, сондай болып жатса, демек сіздің ағзаңызда ауыр металдар бар деген сөз. Ауыр металдар өз кезегінде біздің ағзамызға жинала береді. Жылдар өте келе, зат алмасудың нашарлауынан деп мен үнемі айтам. Соған байланысты ағза бұл ауыр металдарды өзі шығара алмайды. Оған біз жылына 1 рет, не болмаса 2 рет болсын, осындай процедуралар арқылы, смузи ішу арқылы, омега ішу арқылы, не болмаса дұрыс тамақтану арқылы, ораза ұстау арқылы, мысалы ораза келе жатыр. Сол арқылы ағзамызды осындай заттардан, ауыр металдардан тазалауға көмектесуіміз керек. Ауыр металл өздігінен шығуы өте қиын. Ауыр металдарды айтып тұрмын, судан да, ауадан да, жеп отқан тамағыңыздан да барлық жерден аламыз. Ауыр металдарға сынап, ртуть, кадмий, алюминий, темір сияқтылар жатады. Мысалға, қарапайым мысал. Егер сіз тамақты алюминиевый ыдысқа жасайтын болсаңыз, сол ыдыстан бөлінген нәрсе жасап жатқан тамағыңызға сіңеді, ол тамақты сіз ішесіз да, не істейсіз? Ағзаға алюминийді түсіресіз. Қарапайым тағы да бір мысал. Қазір көп жас адамдар қолтық терлемес үшін дезодорант алып атады, дезодорантты сеуіп атады, шашып атады. Сол қарапайым дезодоранттың құрамында алюминий порошоктары бар. Яғни ол не істейді? Қолтыққа шашқан кезде порларды бітейді, адам терлемейді. Ой, терлемедім, жақсы болдым деп жүреді. Негізінде терлеу адам үшін пайдалы, бірақ шамадан көп терлеп кеткен жағдайда ол әрине сасық иісті, жағымсыз иісті шығарады. Сол себепті осындай біз ойламайтын пайдасы бар деп алып жүрген заттардың ішінде де алюминий сияқты ауыр металдар болады. Көп сөйлей бермей, сөзді көбейте бермей, сіздерге смузиді жасап көрсетейін. Ол үшін бұл смузиді кинзаны мен жуып тазалап, бәрін жуып тазалап қойдым. Сіздерге осындай керегі жартысы ғана керек болады. Жарты алма, жарты сәбіз және жарты қияр. Не болмаса бәрін бірдей жасап, холодильникке қойып, сақтап қойсаңыз да болады, бірақ 1-2 күннің ішінде ішіп тастауларыңыз керек. Желательно аш қарынға ішкен дұрыс, бірақ ішпес бұрын ағзаңызда ауыр металдар бар ма, жоқ па, осыны кинзаны жеу арқылы тексеріп көре аласыздар. Ал кеттік, смузиді жасап көрейік. Қашында смузи жасап жатқан кезде оған кішкене су құйып жібересіздер минуттерде. Енді бұны өткіземіз. 5 минуттың ішінде осындай смузи дайын болды. Қараңыздар, енді светі мынандай болып келеді, бірақ адамға, денсаулыққа деген пайдасы өте керемет. Алманың орнына, сәбіздің орнына өздеріңіздің қалауларыңызша ұнатқан заттарыңызды қоссаңыздар болады. Мынау қараңыз, жарты алма, жарты сәбіз, жарты қиярдан осыншама шықты. Көз алдарыңызда біз осындай смузи жасап шығардық. Аптасына
басында 1-ақ рет не болмаса 2-ақ рет ішсеңіздер болады, пока үйренгенге дейін. Сосын кейін күніне 1 рет ішіп тұрсаңыздар, аш қарынға пайдасы өте зор. Сонымен біздің смузиіміз дайын. Мына жерде сәл қою болып қалған сияқты. Дәмі нежный, ешқандай қышқылдығы жоқ. Мұнда бұның дәмін келтіріп тұрған сәбіз деп ойлаймын. Сосын кейін алма, мынау қарап отырсаңыздар, жасыл алма. Бұл сәл қышқылтым келеді негізінде. Не болмаса тәтті алманы пайдаланып көрсеңіздер де болады. Қарапайым ғана жартысынан ғана қосып, осындай 1 стакан шықты. Яғни қияр, сәбіз, алма және міндетті түрде кинза. Жасыл шөптерді көп қоссаңыз, ол артық етпейді. Петрушканы да қосыңыз, сельдерейді де қосыңыз. Сельдерей жайлы келесіде бір сіздерге осындай түсіріп көрсетемін. Сельдерейдің біздің ағзамыз үшін беретін көп пайдасы бар. Сондай-ақ укропты да, ақжелкенді де ұмытпай қоссаңыздар болады. Осылайша жасап пайдасын көріңіздер. Осымен бүгінгі ұсынып атқан ақпарат осындай. Қадірменді YouTube көрермен, астына өздеріңіз ішіп көрген смузиларды комментарийларға жазып кетсеңіздер болады. Қандай да бір сұрақтарыңыз болып жатса, мен WhatsApp группа ашып қойғам, сол жерге шығып қоя берсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау саламатта болып тұрыңыздар.